Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай өте дәмді шығатын, қарапайым, тез жасалатын хачапури по-аджарскийдің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді шығады, жасалу жолы оңай, тез. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: жылы сүт қажет болады, 1 стакан. Жылы сүтіміздің үстіне қантымызды саламыз. Дрожжімізді саламыз. Және де 1 ас қасық ұн салатын боламыз. Осы массамызды жақсап араластырып, біздің дрожжымыз кішкене көтерілгенше қалдыра тұрамыз. Біздің дрожжымыз көтерілді осылай. Үстіне енді 1 жұмыртқамызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Және де ас қасықпенен 1 қасық майонез салатын боламыз. Осы массаны жақсылап араластырып біріктіреміз. Үстіне ұнымызды електен өткізіп қосып, лопатканың көмегіменен араластыратын боламыз. Осылай жартылай осылай қоюланған сәтте біз үстіне ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. 1 ас қасық сары май қосамыз. Және де осы жерден бастап біз қолымызбенен қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеуіміз қажет. Үстіне ұнымызды қоса отыра жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды столымыздың үстіне алып, видеода көрсетілгендей тартқылап, иі қанғанша жарты сағаттай илеп, иін қандыратын боламыз. Біздің қамырларымыз өте жұмсақ, қолға жабысқақ болады. Жарты сағаттай осылай илесек, қолымызға жабыспайтындай әдемі қамыр болады. Осы қамырымызды көтерілгенше ыдысымызға салып, 1 жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз осындай болып көтерілді, 2 есе болып. Енді астына ұнымызды салып, осы қамырымызды 4 бөлшекке бөлетін боламыз. Мен осы қамырдан 4 хачапури жасайтын боламын. Біздің хачапуриімізға қажетті заттарды осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Қамырымызды осылай 4 бөлшекке бөліп, дөңгелетіп, кішкене ойын алып, демалдырып, қамырымызды жарты сағатқа қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге осындай сыр қажет болады. Менде сыр моцарелла сыры осы хачапуриімізға жақсы үйлеседі. Осындай қылып теркадан өткізіп аламыз. Және де жұмыртқа қажет болады. Қамырымыз кішкене көтеріліп, ойын алды. Енді осы қамырларымызды осылай видеода көрсетілгендей ұзыншақ қылып жайып аламыз. Сырларымызды енді қамырымыздың шетіне видеода көрсетілгендей қылып жайғастыратын боламыз. Қанша көп сыр салсаңыз, сонша хачапуриларыңыз дәмді болып піседі. Осылай жайғастырып алдық. Енді осыны видеода көрсетілгендей сырын ішіне салып, орап бүгетін боламыз. Екі жағында осылай біріктіріп бүгіп аламыз. Ортасын кішкене ашық қалдырамыз. Екі шетін жақсап біріктіріп аламыз. Хачапуриларымызды осылай дайындап алдық. Енді ортасына ашық жеріне сыр салатын боламыз. Енді жан жағына осылай жұмыртқа жағатын боламыз. Тестасына қызып тұрған печкамызда 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз.
осылай жан жағы қызарып піседі. Енді осы хачапуриларымыздың ортасына біз жұмыртқамызды салатын боламыз. Печкамызда тағы да бір 5 минуттай ұстап аламыз, қойып аламыз. Біздің жұмыртқаларымыз қатты пісіп кетпеуі керек, осылай шала пісіп шығуы керек. Хачапуриларымыз өте дәмді шықты, иісі деген керемет болып шығып жатыр. Шетінен нанын сындыра отыра, осылай жұмыртқамызға батырып жейтін боламыз. Астарың дәмді болсын, жасап көруге кеңес етемін, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.